конституциялық сот құру. Мен 1995 жылы жоғарғы кеңестің 10 шақырым депутаты болғам. Сол кезде ол конституцияда бар еді. Конституциялық сот бартын, сонымен бірге сол конституциялық соттың негізі деген сөз, яғни белгілі бір өзінің бостандығы, өзінің заң аясындағы талап тілектерін конституциялық сотқа жүгініп шеше алатын. Ал енді мынау 95 жылғы конституциядан кейін халық ондай мүмкіндіктен айырылып қалды. Яғни тек қана парламент, президент, бас прокуратура ғана жоғарғы кеңеске хат жазып, белгілі бір заңдарды талқылауды ұсына алатын болды. Ал халықтың жалпы жеке басының жағдайы, жеке шаруалары, жеке міндеттері көрсетілмей қалды. Мінекей сондықтан да жаңа конституциялық жобада осы бап қайтадан орнына келіп отыр. Сондықтан да болашақта, яғни халық қайтадан өзінің мемлекетті басқару жүйесіне енетінін біледі деп ойлаймын. Сонда жеке міндеттері ғана емес, олардың талаптары да конституциялық сотта қаралады, шешіледі.